Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, дастарханның сәнін ашатын, барлығына ұнайтын, үйде бар заттармен жасалынатын, селедка қосылмайтын, бір қарағанда патшыбұға ұқсағанымен дәмі өте ерекше болатын салат әзірлейміз. Рецепті жоғалтып алмас үшін каналға жазылып алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен осылай алдын ала пісірілген жылқы немесе сиыр етін ұсақтап турап, үстінен сарымсағымызды салып, үстінен майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап бір келкі етіп араластырып алғаннан кейін тарелкамызға салып, өзімізге қалаған формада жасап аламыз. Мен осылай тіктөртбұрыш формада жасадым. Үстінен үпкіштен өткізілген сырымызды салып, оны да осылай тіктөртбұрыш көлемде бір тегіс етіп жайып алатын боламыз. Тегістелген сырдың үстінен жұқалап майонезімізді жағып шығамыз. Үстінен үпкіштен өткізілген жұмыртқамызды салып, тағы да бір келкі етіп тегістеп шығатын боламыз. Үстінен майонезімізді сеуіп, бір келкі етіп осылай сеуіп шығамыз. Үстінен алдын ала пісірілген сәбізімізді үпкіштен өткізіп, үстіне салатын боламыз. Оны да бір келкі етіп жайып, кейін үстінен тағы да майонез жағып алатын боламыз. Достар, менің қазақ тілді контенттегі каналымды қолдау мақсатында каналыма жазылып, подписация батырмасын басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Және де менің каналымнан басқа да қызықты рецепттерді көре аласыздар, және әркез жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Үстінен алдын ала пісірілген қызылшамызды үпкіштен өткізіп, оны да осылай бір келкі етіп, үстінен тегістеп шығатын боламыз. Осылай бір келкі етіп тегістеп алғаннан кейін, үстіне майонезімізді жағып, қалауыңызша сәндеп шықсаңыз болады. Осылай мен сияқты бірден жасап, барлығын жағып шығып сәндесеңіз болады. Немесе осылай жағу барысында бірден әдемілеп жағып, сәндеп қалдырсаңыз да болады. Мен осылай барлығын тегістеп жағуды дұрыс көрдім. Және үстінен ас көкпен және де сырмен әсемдедім. Осылай барлығын жағып алғаннан кейін, шет-шетіне укроп, менде петрушка болған, соларды майдалап турап, шетіне осылай әсемдеуге қолдандым. Қалауыңызша әртүрлі етіп, өз қалауыңызша әсемдеуге болады. Осылай шетін бәрін тегістеп әдемілеп алғаннан кейін, үстінен шамалы сырды үпкіштен майда үпкіштен өткізіп, осылай үстін әсемдеп шықтым. Бұлардың барлығы міндетті емес, қалауыңызша жұмыртқаның сарысымен де әсемдесеңіз болады, жай ғана өзін майонезбен де әсемдеп қойсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады. Үйдегілердің барлығын көңілінен шығатынына сенімдімін. Өте тойымды, әрі өте дәмді салат, әрі дастарханыңыздың сәнін келтіретін осындай керемет салаттың рецептісімен жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз, және де каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, қолдап кетсеңіз қуанып қалар едім. Алдын ала рахмет. Алдағы уақытта тағы да басқа қызықты рецепттермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.